Мына қолыңды жуғанда Алла сауабыңнан жеткере көр дейсің. Алла Тағала сауабыңды қай кезде жүрсің, дәрет алғанда болып жүрсең, аузыңды шайғанда сосын қолың жуып аузың шайып иман байлығыңды бере көр дейсің. Сосын мұрныңа су атасың. Ертең Одинаға барғанда пеш пен жұмақтың иісін келтіре көр дейсің. Екі көзіңді жуғанда Одинаға барғанда Мұхаммед пайғамбарым жүзін көрсете көр дейсің. Сосын енді мына білекті жуасың ғой. Мына білекті жуғанда ертең Одинаға барғанда пештің есігін ашқыза көр дейсің. Мынаны жуғанда су қалай төгілсе, Алла Тағала күнәмді солай төге көр дейсің. Енді мынадан былай сорасың ғой. Одинаға барғанда Мұхаммед пайғамбарым көктерегін төбеме көлеңке қыл дейсің. Енді былай аласың ғой. Одинаға барғанда Мұхаммед пайғамбарым көктерегін төбене көлеңкелетіп жатқыза көр Алла дейсің тілек. Намазда да осы тілек бәрібір. Осы намазды оқыған тілексіне аударғанда сондай келеді дейді. Сосын енді жаңағы мына құлағыңды жуғанда естігенім азан болсын, оқығаным намаз болсын, жүрген жерім пеш болсын, жүрген жерім мешіт болсын.